Арнаға қош келдіңіз. Арнаға келген бойда тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Тағдыр. Кімнің әйелі кетіп қалмай жатыр, кім ажыраспай жатыр дерсіз. Мына оқиғаның түп төркіні ғана жағаны ұстатты. Оның күйеуін тастап кетуіне басты себеп қайтыс болған әпкесінің бай бағлан күйеуіне әмеңгер болып қосылуы екен. Кеткен келіннің бара сала жездесіне тиіп алғанын естігенде ел елең етті. Сол Нұрханның әйелі келгеннен ақ түскен жерін менсінбеген. Малынып, киінбей, аста төк, ішінбей жүргеніне қабағы бір ашылмайтын. Бай жерге келін болуды бала күнінен аңсаған еді. Әсіресе әпкесінің үйіне қыдырып барғанда оған қатты қызығатын. Бау бақша, зәулім сарай, шетіне алтын жалатылған ыдыстар мен күміс қасықтар, үй ішіне орнатылған сәнді жуынатын бөлмелер, жібек перделер, пілдің сүйегінен жасалған мүсіндер, сырттағы хауыз бен құстар сайраған гүлді бақшалар. Пысық жездесі іскер, өз қолымен бәрін жасап, балаларын бақыт пен шаттыққа бөлеп қоятын. Бірақ сол қу дүние әпкесіне бақыт бола алмады. Малынып жатқан төсегін тастап, күміс қасығын егесіз қалдырып, балаларына алаңдаған күйі келмеске аттанып кетті. Гүлжан қолынан түк келмейтін мыржың күйеуін ертіп, ата-енесі мен әпкесінің жұртына барып қайтқан. Сонда өз шешесі жоқтау айтып отырды. Бір оңаша сәтте шешесі Гүлжанды көзімен ымдап сыртқа шақырды. Ісіп кеткен көзіне ақ дәс орамалын басып отырып, әпкеңнің тағдыры солай болды. Шара бар ма? Отауы бос. Енді мына шаңыраққа адам іздейтіні айтпаса да түсінікті. Қызымның ақ төсегін жатқа бергім келмейді. Марқұм әпкең осы дүние мүлікті жинау үшін түн ұйқысын 4 бөлді. Жездеңнің тапқанын ұқсатты. Аяқ асты бұлай болар деп кім ойлаған? Қайран әпкем-ай, деді Гүлжан, домбыққан көзі жасаурап. Ал сенің ана байыңнан тапқаның шамалы. Күйеуіңмен ажыраста үйге қайтып кел. 2 жарты бір бүтін етіп, сені жесеңе қосамын. Мен күйеу баламен өзім сөйлесем. Оны маған қалдыр. Балаларыңның болашағын ойласаң жездеңе ти. Жездеме? Қойыңызшы. Ағамдай көріп жүріп, қалай қойнына кіремін? Сізде. Сөзімді бөлме. Артын ойла. Ол әпкеңнен онсыз да көп үлкен кісі. Олай бұлай болудан сақтасын. Некеңді заңдастырған соң мүліктің жартысы сенің иелігіңе көшеді. Туыстары таласқанда да заңды иесі сенсің. Есесіне балаларың жоғарғы оқу орнына түседі. Қымбат киім киеді. Бізге де қарасып тұрасың. Ана әшіркүл күйеуге шыққан қызын қайтып әкеліп алыпты. Неге деп сұрамайсың ба? Неге? Қызы күйеуге шыққан соң сол баршылықтан айырылып қалған ғой. Содан қызын өтірік сылтау айтып алып кетіпті. Сол қызы 1 апта ішінде бала көтеріп үлгеріпті. Шешесі оны 2 қабат күйінде базарға шығарып қойып отыр. Енді әшіркүлді 4 қызымен қоса асырап отыр екен. Оны маған не үшін айтып отырсыз? Шешесінің денсаулығы жоқ, үкіметтен алатын түгі жоқ. Неке бұздырып отырғаны қу жоқшылық емей, неме? Ана 4 қызды ұзату, жасауын беру, жеке отау ету, бәрі сол әйелге күш емес пе? Сол үшін үлкен қызын саналы түрде құрбан етіп отырған жоқ па? Енді маған не істе дейсіз? Сен де саналы түрде ана мардымсыз некеңді әпкеңнің қос жетімегі үшін, өзіңнің қос балаң үшін амал жоқ құрбан етесің. Не таптың күйеу баладан? Әпкем өз аузымен айтып аманат етпеген соң бәрі аяқ асты болды емес пе? Осыдан сен келіспесең, біз мына 2 жиеннен де, мына үйден де, ана жайлы күйеу баладан да алыстап кетеміз. Мұнда келер жол жабылады. Мына бақшаны оның басқа қайын жұрты таптайды. Бұған жол бере алмаймын. Апа, оның жамбасы жерге тимей жатып, бұл қалай? Сол, сенен басқа қызым жоқ. Бірақ бір есебін табармын, құлағыңа алтын сырға. Ескерткенім болсын. Есіктен кіріп келген күйеу бала, сіздер мұнда екенсіздер ғой, ана жақта сіздерді іздеп жатыр, деп оларды басқа бөлмеге алып кетті. Тосын шешім. Ел аяғы басыла бергенде күйеу бала жақ Гүлжанның шешесіне қайтуларыңа рұқсат деген. Сонда ретін тауып оңашада күйеу баласымен сөйлесті. Қатын өлді, қамшының сабы сынды демессің.
Үйленуге асықпағаның жөн. Әбден ойланып, асықпай, жақсы адамға кездессең деймін. Екі жиен балаларымды жатқа жаутаңдатқаныңды қаламаймын. Түсінемін, енді оны уақыт көрсетеді ғой. Алай бұлай деуге әлі ерте, деді күйеу баласы. Суық айтқандай болды. Сол екі ортада бөлмеге екеуінің үстіне Гүлжан кіргенде жездесі даудырай сөйледі. Қалай байқамағанмын? Апырау, сен марқұм әпкеңнен айнымайды екенсің ғой. Сол кіріп келгендей денемді рете қалды. Ойпырмай, судың қос тамшысындай ұқсастық. Солай деп ауыз жапқанша болмай, екі баласы да жүгіріп келіп нағашы әпкелерінің етегіне жармасты. Аналарына ұқсайтын туыстарын жақын тұтып, жәутеңдей береді. Мыналарда Гүлжантайды айналып жүр ғой. Мамаға ұқсайды, а? Менен гөрі сен екеуіңе ауыр тиді-ау, деп жездесінің даусы бұзылып, басын төмен тұқыртып жіберді. Көзіне жас алды. Айтып отырғаным да сол ғой, деді енесі. Жатқа жаутаңдатпа, үйленуге асықпа, бізбен де ақылдасарсың деген үміттемін. Әрине сөйлесеміз ғой, деп күйеу баласы шығып бара жатты. Оның қақпақтай жаурынына қарап отырып, туыстығын сезді. Сол шуыдан қол үзіп қалудан қорықты. Қызының отау бөлмесі әппақ күйі қалыпты. Таптаза, жарық, көңіл ғана қараңғы еді сол сәтте. Өзінің келін болып келген жеріне келген соң Гүлжан ұзақ ойланды. Кейде ұлдарының аяқ киімі жыртылып қалса жамайтыны, олар ауырып қалса қолмен үстірті емдей салатыны, мұздатқышы жоқ ас үй, әркімнен қалған нашар көрсететін көне теледидар, денесін қыштатын Қытай синтетикасынан жасалған арзан төсек жабдықтар, шұқып жағатын ерін далабы, кейде су болмай қалып терлеп тепшіп жүретіні, сыртта құртап жататын дәретхана, тісін жумай жата салатын күйеуі, тырнақтары кір-кір болып жүретін қайналары солай кете береді. Өздері де неше жыл ырыңдасып, қыржыңдасып келген. Бұрандасы дұрыс бекімеген жанұя еді. Гүлжан кетемін деп шешті. Екі баласын ғана алып, қол сөмкесімен шығып кетті. Жол бойы уайымдады. Жездесінің үйіне барамын деп шаңырағын бұзды. Ал жездесі басқа біреуге үйленіп кетсе не болады? Шешесіне келгенде ол кісі есікті ашып тұрып, дұрыс болды, енді заңмен ажырас. Өйткені мұндай істе ол қылық болмауы керек, деді. Заңға арыз түсіріп, куәгерлер тауып, ұрады, соғады, ішіп келеді, мал таппайды, масыл, боқтайды деп жазып, ажырастау әйтеуір. Бірақ шынтуайында да солай еді. Күйеуінің салақ, болыс, жалқау, масыл екені жұртқа аян. Бірақ оның да жақсы жақтары бар еді. Балажан болатын. Қандай ақымақ болса да, екі баласы үшін сондай жайлы еді. Балалар әкелерін қимай жәутеңдеді. Үлкендер жағы әлімсақтан балалар тағдырын шешкіш қой. Олардың да тағдырын өздері шешті. Айпон әпер, ноутбук әпер дейтін едіндер ғой. Үйде балмұздақ жасап жесек, үй кинотеатрын көрсек, попкорн жасасақ дейтінсіңдер. Енді сәл шыдасаңдар соның бәрі болады сендерде. Мама, базарға барып сауда жасайсыз ба? Бір күні Гүлжанның мамасы үйде жарқыратып дастархан жайды. Сосын қызына жақсылап дайындал деп мұншағат жіберді. Және әпкесінің шаш үлгісін жатқызып, соның киген халатын кигізді. Тіптен үлкен қызының әтіріне дейін сепкізді. Күйеу баласы екі жиенді алып келгенде екі бала бірден «Мама!» деп айқайлап жүгіріп келіп бас салып, нағашы әпкелерін құшақтап жылап жіберді. Әбден сағыныпты. Келеді деп күте-күте көздері төрт болғаны көрініп тұр. Күйеу баланың да көзінен от көрінді. Жоғалғаны табылғандай аңсары ауып балдызына қарап қалыпты. Басы жаман емес, енді күйеу баланың тамырын басу керек деп енесі ойланып алды да шай үстінде әңгімені бастады. Мына қыз екі баламен күйеуден қайтып келіп, қабырғамды тағы да қайыстырды. Саған берген қызымның жайы анау болды. Бірің әйелден айрылып, бірің күйеуден айрылып, осылай болар деп бедім. Басқа түссе баспақшыл, қайтейін, деп өтірік шыны аралас жылап алды. Күйеу баласы күйеуден қайтып келген балдызына үмітпен қарай берді.
Отырып, енесінің көңілін дөп басып, Гүлжан, әмеңгерлік жолын білесің, әпкеңнің орнын бассаң қалай болады? Деп сұраулы жүзбен бұған қараған. Не? Сіз де ойламаған жерден, деп мүләйімси тіл қатты. Мына екі жиеніңе де сенен жақын адам ана бола алмас, әпкеңнің де жаны тыншыр еді, әйтеуір жылатпайсың ғой. Мен де сол баяғы күйеу болып аттаған босағамды қимаймын. Сіздерден алыстап кетсем, алмаштан алыстап кететін сияқтымын. Уақытың бар ғой, ойлан, жауабын бер. Жоқ десең, қыстамаймын. Неге жоқ дейді екен? Деп шыдамай зып етіп қалды енесі. Бүгін көңіліңді көтерейін деп көңіл шайға шақырғанмын, бірақ осылай деп көңіл білдіреді деп күтпеппін. Мен де сендей күйеу баладан айырылғым жоқ. Жат біреу сендерді қарық қылмайды ғой. Үйренген жау атыспаққа жақсы, деп сыралғы болған жандармыз, я? Ойланатын да немесі жоқ. Аты шығып, елге жексұрын болғанша, дәл қазір етегінен ұстап кетсін. Дәл қазір? Деп келе жатыр еді. Гүлжанды шешесі ала көзімен атып жіберді. Көз қарасында темірді қызған кезде соқ, айнып қалмай тұрғанда басып қалсаңшы, о баста шаңырағыңды жездең үшін бұздың ғой, енді артқа шегінетін жол жоқ. Неменеге соз бұйдаға салғалып отырсың, деген доқтырды. Жездесі үшін күйеуін тастап келгені есіне енді түскендей, неге қарсы болайын? Алмаштың екі күшігін жылатпасам болды емес пе? Ыңғайсыз екен, дегенмен көндім, келістім, деп шешіп тастады бәр түйткілді. Сол күні қу шешесі ағайын жинамай ешкімге айтпай, астыртын үлкен қызының орнына кіші қызын жіберді. Сосын барып жаны тыншыды. Ал Гүлжанды жездесінің жұрты жақтыра қоймады. Салған жерден бұның көксегені ақшамен байлық қой. Әпкесі өле сала, андағы жұртын тастап кеткені сатқындық. Барған жеріне опа таптырмағанда, енді осы үйді қатырама, дескен. Бірақ жасы келіп қалған жездесі жас балдызбен бақытты еді. Көп ұзамай торсақ шеке бір ұл дүниеге келді. Малынып, киініп, шалқақтап, шалқып жүргенде Гүлжанға бұрынғы күйеуі Нұрхан хабарласқан. Байғұс балаларын көргісі келіпті. Бұл жоқ деп кесіп айтты да телефон номерін ауыстырып жіберді. Марқұм Алмаш әпкесі бостау еді. Гүлжан күйеуінің бар байлығын өз жұртына аударып, шешесін көшіріп алды. Сырттай барлығы бақытты сияқты. Тек бұрынғы күйеуі Нұрхан ғана еркектік пірі көтерілмей, жалғыздықтан жүнжіп далада жүр. Құрметті көрермен, арнамызға тіркеліп лайк басып қолдау білдіре кетсеңіз екен.